Ал қыздар, ендігі брошканы қараңыздар, осындай 3D брошка етіп жасайтын боламыз. Бұны осылайынан арнайы 3D форматта осындай кестіріп аласыздар. Қараңыздар, бұл енді ағаш іші барлығы кесілгендіктен анандай күйген іздері тұр. Сондықтан да бұны біз екі түрлі түспен бояймыз. Мен мінекей біреуін бояп қойдым. Қазір мына екіншісінде ішін осылайынан оранжевый түспен бояп, одан кейін мына қалған жерлерін қара түспен бояймын. Атак негізі мынау қап-қара болып тұрған күйінде де қалдыруға болады. Но мына жерде көрдіңіздер ме, сәл басқашалауда. Сондықтан да мен қазір ішкі жағын сәл қарамен жүріп өтетін боламын. Осыны бояп болғаннан кейін дәл алдыңғыдай үстіне эпоксидный смола құятын боламыз. Бұл просто 3D деп аталады. Осыны бояп аласыздар. Бір емес, үстінен екі мәрте жүріп бояңыздар. Қанық болады сонда. Негізі өте сондай қиын жұмыс емес, оңай. Ең бастысы өзіңіз қалап, қандай қып өзіңіз көргіңіз келеді брошкаңызды, сөйтіп бояп істей берсеңіз болады. Бұл жерде менде 3D болғандықтан мен краскаларды араластырған жоқпын. Бірден осындай түсті алып бояп жатырмын. Ал мінекей қыздар, бояп болдым. Әзірге мынау кебе тұрсын. Енді мынаның араларын қарамен бояймын осылай. Енді бұл жерде сәл аккуратно ұқыпты болу керек. Әр түрлімен бояуға болады. Просто жіңішке кисточка керек. Шығып кетсе де ештеңе етпейді енді. Совсем шығып кетті. Қазір бояп жүрем қайтадан. Бұл жерде андайда, бұл акрил краскасы болғандықтан нетпейді. Үстінен қайтадан боясаңыздар, боялып кетеді. Анда алапес болып қалмайды. Негізі ақпен бояйын ба дегем. Сосын одан да өзі қара ғой. Қара болып тұрғасын қарамен бояп жатырмын. Осылайынан бояп шығасыздар. Содан кейін эпоксидный смоланы бірге құятын боламыз, жақсы ма қыздар? Енді ішін бояйым қазір. Әзірге осылай бояп алайын. Тридіні сәл бояу уақыт алады. Сондықтан да мен қазір бояп болғаннан кейін ана нені құяр кезде қайтадан нететін болам, қыздар, көрсететін болам. Эпоксидный смоламен. Әзірге өзім ақырын асықпаймын бояп алайын. Ато ыңғайсыздық тудырып немеді шығып кетіп жатыр. Ал неке қыздар, қараңыздар, 3D оюды бояп алдық. Эпоксидный смоламыз дайын, неке араласып тұр. Енді осыны алдындағыдай осылай құямыз. Бұл жерде енді орындары ашық, сондықтан да әр қайсының арасына кіру керек. Молынан құя беріңіздер. Просто шетіне ақырын шығармай. Егер де смолаларыңыз қалып жатса, оны краскамен араластырып немесе басқа да нелеріңізге, брошкаларыңызға құйып тастаңыздар, артық қалдырмай.
мінекей осылайынан ішін барлығын толтырып құйып шығасыздар. Сосын үстінен міндетті түрде отпен жүресіздер. Шетіне бәріне жақсылап мінекей жүргіздім. Енді осыны отпен бірлеп жүргізіп, ішіндегі пузырьктарын аламыз. Көп те отты қолданбаңыздар. Сәл тоқтап істеңіздер, себебі иісі шығады. Ана күйген иісі шығады. Ал мінекей дайын болды. Келесі оюды да дәл осылай құйып алатын боламын.